Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз сіздермен қытырлақ пилмешке дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 140 грамм су керек болады. Содан соң 1 шай қасық тұзымызды салып алып, жақсылап араластырамыз. Егер де сіздер көп мөлшерде жасағыларыңыз келсе, тура осы рецептпен 2 есе қосасыздар. Мен бүкіл керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Содан соң 1 дана жұмыртқамыз керек болады. Содан соң 80 грамм сары майымыз керек болады. Бөлме температурасында ерітілген сары май болса да болады. Мен алдын ала микроволновкада ерітіп алдым. Осылай жақсылап араластырып, ұнымызға алдын ала 1 шай қасық разрыхитель қосып алдым. Содан соң дрожжи саламыз. 1 шай қасық. Менде дрожжи қосылған жері түспей қалыпты. Сіздер міндетті түрде қосыңыздар. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Бізде 400-500 граммдай ұн кетті. Міндетті түрде ситадан өткізіп алып қосыңыздар. Осылай басын жақсылап біріктіріп алатын боламыз. Ауызашарға өте керемет ас болып табылады. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Кішкентай балалар мен үлкен кісілерге де қатты ұнайды. Міне осылай басын біріктіріп болған соң, 1 сағатқа немесе жарты сағатқа бетін жауып осылай қойып қоямыз. Міне тынған қамырымыз осылай әдемі болып шығады. Ешқандай да қолға жабыспайды. Көп ұн пайдаланбастан жаюға да болады. Мен 3 бөлікке бөліп алдым. Егер сіздердің оқтауларыңыз үлкен болатын болса, 2 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып алсаңыздар болады. Менде оқтауым орташа көлемде болғандықтан 3 бөлікке бөліп алдым. Міне жан-жағын басып жаюды бастаймыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге тағы да рецепттер керек болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Менде жаңа сіздерге пайдалы рецепттер көп. Осы ауызашар уақытында жасалатын оңай жеңіл тамақтар түрлері менде бар. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болып қалды. Енді оны осылай мантының қамырын орағандай осылай орап алатын боламыз. Бірінің үстіне бірін осылай қойып, бір-біріне мүлдем жабыспайды, ойымдамаңыздар. Өйткені біздің қамырымызда сары май бар. Осылай көлемде кесіп алсаңыздар болады. Егер сіздер бірдей размерде болғанын қаласаңыздар, линейкамен өлшеп алсаңыздар болады. 7 сантиметр етіп. Содан соң осылай кезектетіп үсті-үстіне қойып шығатын боламыз. Қойып шыққан қамырымыздың шетінен бастап кесіп аламыз. Осындай көлемде немесе үлкен-үлкен етіп жасасаңыздар болады. Енді өз ыңғайларыңызға қарай. Менде кіші көлемін ұнататын болғандықтан осылай кіші етіп кесіп алдым. Дәмі өте керемет болып шығады. Маған ең қатты ұнайтын пилмешкелер. Мен салмасына осылай картопты алдын ала езіп, май қосып дайындап алдым. Егер сіздер ет қосам десеңіздер, фаршты алдын ала қуырып алып қоссаңыздар болады. Осылай орташа көлемде салып аласыздар.
барлығын осылай салып болған соң шетінен бастап түйіп бастаймыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай түйіп алсаңыздар болады. Немесе үлкен көлемде заказға сатсаңыздар болады. Бірақ ол кезде сантиметрмен өлшеп алсаңыздар өте керемет болады. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міне осылай қызып тұрған майға салып алатын боламыз. Ас болсын. Сау болыңыздар. Арнама тіркеліп кетіңіз.